Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Французша ет дайындайтын боламыз. Өте тойымды кешкі ас жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Табамызды алып, қолдың сармайын қолдандым мен. Көп жаққан себебім ерекше дәм береді. Егер сіздерде сармай болмаса, сұйық қолдансаңыздар болады. Фаршымды салып, бір келкетіп жайып шығамын. Тұз сеуіп, күштен өткізілген сәбізімізді бір келкетіп осылай жайып шығамын. Тағы да тұз себем. Майонезді ары бері жүргізіп шығамын. Картоплымды бір келкетіп жайып шығамын. Дайын болған картоптың үстіне тағы да тұз себем. Тұзды көбірек қалайтын болады картоп. Сондықтан 2 рет септім. Ары бері майонезді тағы да жүргізіп шығам. Менің ұлдарым онша ұнатпайды қызанақты, сондықтан аздап салдым. Жұмыртқаны осылай бір келкетіп құйып шығасыз. Сырымызды бетіне сүйіп шығамыз. Дайын болған тамағымызды 20 минутта пеште пісіріп аламыз. Өте дәмді, достар, жасап көріңіздер, ас болсын.